Сәлеметсіздер ме? Бұл сабақта біз сіздермен именно XNS брокері және MetaTrader деген терминалмен қалай жұмыс жасау керек, қалай тіркелу керек, қалай верификация өту керек деген сұрақтарға толығымен жауап беретін боламыз. Енді бұл бірнеше сабақтарға бөлініп түсірілетін болады, өйткені бұл жерде жасалынатын кнопкалар, басатын жерлер өте көп. Бірақ бір жақсы жері, сіз бұны тек бір рет жасайсыз. Оны каждый сделка ашқан сайын, каждый сделка жасаған сайын жасай берудің қажеті жоқ. Сол себепті бұл сабақ тек бір рет жасалатын болғаннан кейін мұқият тыңдаңыздар. Және де менің айтып отқанымды бірге бір қайталап отырсаңыздар болды, жарай ма? Енді барлықтарымыз дәл қазір XNS деген брокерді жүктеп алуларыңыз керек. XNS брокері міне осылай E және де X деген сары белгімен жазылып тұрады. Осыдан кейін ашқан кезде барлықтарыңызда көп жағдайда разрешение сұрайды, яғни отправка сообщениеға, тағы басқа жерлерге разрешение сұрайды, жаңағы геолокацияға. Осы екеуіне міндетті түрде разрешить деп басқан дұрыс. Разрешение бергеннен кейін ары қарай біз регистрация өтеміз. Егер де сіз осы уақытқа дейін уже XNS-пен жұмыс жасап қойған болсаңыз, яғни XNS-қа тіркеліп қойған болсаңыз, әсіресе верификация өтіп қойған болсаңыз, онда ешқандай да регистрация өтпей, жай ғана төмендегі войти, яғни sign in деген кнопканы басып кіре бересіз. Ал егер де осы уақытқа дейін XNS-қа мүлде тіркелмеген болсаңыз, бұл сіздің бірінші рет жасалып жатқан жұмысыңыз болса, онда біз мына төмендегі сары регистр деген кнопканы басып қосыламыз. Енді регистр батырмасын басқан кезде барлықтарыңызда сіздерде осылай Қазақстан деп шығып тұру керек. Кейбір жағдайда бұл шықпай қалады, это нормально. Егер де шықпай қалса, осы жерде мынау стрелканы басып, осы стрелкадан ағылшын тілінен каз деп жазсаңыздар, Қазақстан деп шығады. Осы Қазақстан деп шығып тұру керек. Қазақстан деп шыққаннан кейін төменгі бөлімінде мынау галочканы қоямыз. Галочканы қойғаннан кейін continue, яғни продолжить деген батырманы басамыз. Енді қараңыздар. Бұл жерде маңызды XNS-те бір маңызды зат бар, бұл email почта. Бұл email почта сіздер өздеріңіз парольдарын білулеріңіз керек, және де бұл сіздерге қосылып тұру керек. Өйткені бұл жаққа сіздерге код келеді. Ал енді егер де сіз email почтаңыз жоқ болатын болса, онда Gmail, bk.ru, list.ru деген сияқты кез келген почтаны, электронды почтаны қолдана беруге болады. Бұл жерге тек қана email қажет емес. Бастысы, бұл жерде сіз өзіңіз ұмытып қалмайтын, және де сізге доступ бар почта керек. Енді қараңыз, ұмытып қалмайтын дегеніңізде қалай? Егер де сіз қазір осы почтамен кіріп регистрация өтетін болсаңыз, телефоныңызды жоғалтып алған жағдайда, телефоныңызды сындырып алған жағдайда, немесе бір басқа да бір жағдайда сіз басқа телефонмен emailді жазып қосыла аласыз осы именно XNS брокеріне. Ал егер де emailді толығымен ұмытып қалсаңыз, ондай жағдайда сіз уже басқа телефонмен қосыла алмайсыз. Сол себепті бұл сіздің ең маңызды ақпаратыңыз болады. Осы қазір жазатын email почтаңызды бір жерге жазып тіркеп қойыңыз, жарай ма? Бұл қажет болады өзіңізге. Басқа телефон ауыстырған жағдайда керек болады. Оны телефонға жазбаймыз, кейбір адамдар оны өздерінің заметкасына жазып қояды. Мен айтамын да, егер де сіз телефон жоғалып қалса, заметка тоже жоғалып қалады ғой. Сол себепті мүмкіндігінше бір қағазға жазып, немесе дәптерге жазып, және де оны сақтап қойғандарыңыз дұрыс, жарай ма? Енді мен қазір осы жерде бір почта жазам. Сіздер өздеріңіздің почталарыңызды жазасыздар. Почта жазғаннан кейін біз continue батырмасын басамыз. Яғни бұл жерде бізде пароль ойлап табуымызды айтып тұр. Яғни бұл жерде сіз парольді ойлап табасыз. Бұл почтаның паролі емес, басқа пароль емес. Және де бұл XNS-ның паролі кемінде 8, максималды түрде 15 знактан тұру керек. Ол знактарда міндетті түрде бір үлкен, бір кіші әріп болу керек, және де цифрлар, және де қандай да бір белгі болу керек. Қайталап айтам, бір үлкен әріп болу керек, бір кіші әріп болу керек, кемінде цифрлардан, және де қандай да бір белгіден болу керек. Енді қараңыз, бұлардың барлығы кемінде 8, максималды түрде 15 цифрға дейін болады. Парольдің барлығы дұрыс болса, бізде осылай барлығы төртеуі де жасыл болып шығады. Жасыл болып шыққаннан кейін біз continue деп басамыз. Енді қараңыздар, бізде осы жерде барлықтарыңыздан пин-код жазуды сұрайды. Бұл пин-код сіздердің телефондағы пин-код емес. Бұл осы именно XNS предложениесінің өзіне қойылып отқан пин-код. Бұл как Каспи сияқты ғой, мысалы Каспидің өзінің бөлек бір пин-коды, телефонның өзінің бөлек пин-коды бар. Не үшін? Өйткені чтобы Каспиден ақшаны жіберіп қоймас үшін, чтобы сіздің ақшаңызды сақтап қалу үшін. Бұл жерде де тура солай, брокерде бұл пин-код телефоныңыздан бөлек. Бұны шатастырып жүрмеңіздер, жарай ма? Және де бұны да жазып қойғандарыңыз жөн болады. Мысалға пин-код әркім өзі қояды, біреулер 1-1 деп қоя салады, біреулер 1-2-3-4-5-6 деген сияқты. Әркім өзі таңдайды, бірақ кемінде 6 түрлі цифр болу керек, жарай ма? Және де re-enter деп жазылып тұрады. Re-enter деген осы пин-кодты қайтадан жаз деген сөз. Пин-кодты жазғаннан кейін
бізде осылай верификацияның қадамдары деп шығып тұрады. Яғни верификацияның степ. Бізде верификация 3 этаптан тұрады, бірақ біз пока данный момент сразу верификацияға кірмейміз, жарай ма? Пока X басамыз да, одан кейін қараңыздар, осы жерде мән беретін болсаңыздар, бізде қазір міне реал MT5 стандарт деген уже счет ашылып тұр. Яғни сіздер дәл қазір XNS брокеріне тіркелдіңіздер. Бірақ біз әлі верификация өткен жоқпыз. Верификацияны мен алдағы сабақта бөлек қылып түсіндіремін, жарай ма? Біз осы сабақта именно счет ашқаннан кейін барлығымыз именно демо счетқа ауысып аламыз. Демо счетқа ауысу үшін мына сары стрелканы басамыз. Стрелканы басқан кезде бізде реал деп тұрады, стандарт және де қасында демо деген тұрады. Осы демо дегенді басқан кезде стандарт MT5 $10 000 деп тұрады. Біреулерде ол 0 деп тұруы мүмкін, тоже нормально. Осының үстінен басамыз. Үстінен басқан кезде бізде $10 000 USD деп шығады. Яғни бұл бізде демо. Былайша айтқан кезде жаңа көрсеткен болатынмын, мына жерде бізде реал деп тұрады, міне. Бұл бізде реал счетымыз. Ал мына жерде бізде міне демо. Стандартты бассақ, бізде демо деп шығады. Демо счет дегеніміз не? Демо счет деген бұл сіздердің уақытша практика жасауға арналған арнайы электронды ақша. Бұл ақша сіздің өміріңізге ешқандай әсер етпейді. Сіз бұл ақшаны толығымен сливать етіп тастасаңыз да сізге минус болмайды. Сіз бұл ақшадан 2 есе, 3 есе көбейтсеңіз де сізге ешқандай бұдан әсер етпейді. Сол себепті бұл демо счетпен сіздер тек қана тренировка жасау үшін арналған. Енді қараңыз, біз осы жерде не істейміз? Демо счетты қазір қостық. Демо счеттан сіздер өздеріңізге шынайы жауап берулеріңіз керек, қанша сума, реал сума салуларыңыз келеді. Егер де мысалға $100 болатын болса, онда сіз демоға $100 қалдырасыз. Егер де сіз реалға $200 салам дейтін болсаңыз, онда сіз демо счетқа $200 қалдырасыз. Яғни қанша сума сіз өзіңіз реалға сала аласыз, тура сол суманы демомен бірдей қоясыз. Неге? Өйткені сіздің демо счетыңыздағы сума мен реал счеттағы сума екеуі бірдей болу керек. Сіз сол кезде ақшаны шынымен де реальный счетпен тапқандай практика жасай аласыз, жарай ма? Сол себепті біз қазір мына жерден ақшаны шығарып тастаймыз. Ол үшін мына withdraw деген батырманы басамыз. Withdraw батырмасын басқан кезде осы жерден 9800 мысалға. Егер де $200 қалдырғанымыз келсе, онда 10.000-нан $9800-ды шығарып тастаймыз былайша айтқан кезде. $200 қалады. Егер де сіз $100 реалға салам дейтін болсаңыз, онда сіз withdraw деп басып 9900 деп шығарып тастайсыз. Сол кезде сізде демо счетта $100 қалады. Жарай ма? Енді біз қазір міне демо счеттағы сумманы реттедік. Дәл қазір осы сума, осы счетты алып, енді біз MT5-ке тіркеуіміз керек. Оны қалай жасаймыз? Оны мына detail деген батырманы басамыз. Осы батырманы басқан кезде бізде мына жоғары жақта setting деген бөлім бар. Осы settingті басамыз. Settingті басқан кезде бізде сервер және де логин деген бөлімдер шығады. Яғни сервер деген осыны бірінші копировать етіп аламыз. Копировать ету үшін жай ғана мынау екі ақ парақ сияқты болып тұрған кішкентайдың үстінен басуымыз керек. Серверді копировать етіп алғаннан кейін біз MT5 деген приложенияға кіреміз. MT5 приложениясына кірген кезде сіздерде дәл қазір бастапқыда разрешить, одан кейін принять деген екі батырма тұрады. Разрешить пен принять деп басқаннан кейін біз осы жерден новый счет деп басамыз. Яғни новый счет деп басамыз. Новый счетты басқан кезде введите имя компании или сервера деп тұрады. Осы жерге біз өзіміздің сервердің атын жазамыз. Яғни бұл XNS. XNS деп жазған кезде мән беріп мұқият болатын жер ол мына сервер деген бөлім. Кей жағдайда, егер де сіз бірнеше рет серверді тіркесеңіз, яғни бір рет реалды тіркесеңіз, бір рет демо счетты тіркесеңіз, сервер автоматты түрде өзі ауысып тұрады. Біз осы жерден өзімізге керекті серверді ауыстыруымыз керек. Ол қалай? Мысалға, данный момент менде MT5 Trial 15 деп тұр. Осы серверді табам. MT5 Trial 15. Міне осыны қоямын. Одан кейін логин деген жерге біз логинді жазамыз. Логин деген жаңағы сервердің үстінде тұрады. Осы логинді қоямыз. Логин деген бөлімге. Және де пароль деген жерге жаңа бастапқы кезде XNS-ті ашқан кездегі пароль. Яғни email жаздыңыз, emailден кейін пароль жаздыңыз ғой. Вот именно сол парольді жазасыздар осы жерге. Одан кейін парольді жазып біткеннен кейін down деп басасыздар. Down деп басқан кезде сіздерде егер де барлығы дұрыс болса, яғни серверіңіз дұрыс болса, логиніңіз дұрыс болса, пароліңіз дұрыс болса, онда сіздердің баланс деген бөлімде именно демо счетта қанша сумма тұр, тура сол сумма шығу керек. Мысалға, міне бізде $200. Давайте мен тағы да бір $5 шығарып тастайын. Міне бізде $195 қалды.
тура осы $195 мына жақта шығып тұру керек. Түсінікті ғой, яғни егер де сіз барлығын дұрыс жасасаңыз, ана XNES-те болып жатқан, именно ақшамен болып жатқан кез келген өзгерістер MT5-де көрініп тұрады. Ал егер де сіз қате оқыса, ондай жағдайда бізде invalid аккаунт деп шығады. Егер де invalid аккаунт деп шықса, ондай жағдайда біз үшеуін тексереміз. Либо бізде сервер қате жазылып кетті, яғни жаңағыдай MT5, Real дегендер қате болып кетті, немесе логины қате жазылып кетті, немесе паролі қате жазылып кетті. Осы үшеуін қайтадан ауыстырып қайтадан жасаңыз, ондай жағдайда қосылады. Осы қосып алғаннан кейін біз қазір міне не істедік? Біз мына жақтан XNES-тен счет аштық. Одан кейін демо счетты өзіміздің реал счетпен бірдей қылып жасап қойдық. Және де оны демо счетпен реалда жасағаннан кейін оны MT5, яғни терминалға байланыстырып қойдық. Енді қараңыз, сіз XNES деген предложенияда 3 сатыда жасайсыз. XNES бұл бізде брокер. Бұл брокермен сіз біріншіден документтеріңізді тапсырып верификация өтесіз. Яғни верификация өту деген бұл бізде мына профиль бөлімінде мына жерде тұрады. Бірақ біз пока верификацияны өтпейміз. Екінші, сіз бұл именно брокерге ақшаңызды саласыз, және де осы брокерден ақшаңызды шығарып отырасыз былайша айтқан кезде. Бұл брокер каспимен прямой байланады. Мен қазір оны тоже қалай байлау керектігін көрсетемін алдағы сабақтарда. Енді маңызды ақпарат қараңыз. Сіз XNES брокермен сделка ашып жаппайсыз. Бұл тек қана сізде ақша салатын, және де ақша шығаратын, және де верификация өтетін қосымша ғана. Яғни бұл тек қана брокер. Ал енді бүкіл сделка ашатын жабатын ол барлығы бізде MT5 деген предложение, яғни осы предложение ішінде жүреді. Яғни MT5 бұл бізде сделка ашатын, жабатын, яғни buy, sell деп, немесе стоп лосс қоятын, take profit қоятын, бұл бізде терминал рабочий. Ал XNES бұл бізде ақша салатын, ақша шығаратын, және де верификация өтетін брокер. Түсінікті ғой, біз бұна MT5-пен сделка ашып жабамыз, брокерден ақша салып шығарамыз. Болды. Енді кеттік. Бізде қазір MT5 қосылып тұр, барлығы жақсы. Біз енді осы жерден өзімізге қажетті тауарды таңдап алуымыз керек. Ол үшін котировка деген бөлімді басамыз. Котировканы бассаңыз, сізде мына жақта көп артық предложение, басқа тауарлар шығып тұрады, яғни биткоин, японский иена деген сияқты басқа шығып тұрады. Сіз бұлардың ешқайсысына қосылмайсыз, жай ғана мына үстіндегі ручканы басамыз. Ручканы басқан кезде үстінде введите символ для поиска деп тұрады. Осы символ для поиска деген жерден how деп жазсаңыздар, сразу шығады how USD M деп тұрады. Яғни gold US доллар деп тұрады. Осы gold US долларға кіреміз. Gold пен доллардың бір-біріне соотношениясынан. Және де осыны біз өзімізге қосып қоямыз. Одан кейін назад бір рет, одан кейін екінші рет назад басамыз. Екі рет назад басқаннан кейін төменгі бөліміне түссеңіз, бізде міне how USD деп арнайы жаңа өзіміздің қосып қойған котировкамыз тұрады. Осы how USD деп басамыз, чарт деп басамыз, бізде міне how USD шықты. Алтынның бізде міне брокер көрініп тұр. Түсінікті ғой, how USD шығып тұр. How USD шыққаннан кейін қайтадан котировка бөліміне басамызды, басқаларының барлығын өшіріп тастаймыз. Яғни сіз шатасып кетпес үшін осы жерден ручканы басамыз қайтадан. Ручканы басқаннан кейін мына үстіндегі галочка тұрған кнопканы басасыз. Сол кезде барлығы таңдалады алтыннан басқасының. Яғни алтын ғана таңдалмайды, өйткені сіз уже қазір алтынның чартын қарап отырсыз. Сол себепті қалған басқасын бәрін таңдаймыз. Мына жерден удалить деп басып, қалған бәрін өшіріп тастаймыз. Түсінікті ғой, одан кейін назад деп бассаңыздар, тек қана міне алтын ғана қалады. Алтын ғана қалады, қалған бәрін өшіріп тастаймыз. Енді қараңыз, міне чарт деген бөлімге кірсеңіз, тек қана алтын, үстінде how USD алтын деп тұр. Ал мына бөлімге, котировка бөліміне кірсеңіз, бізде міне алтын ғана тұр. Түсінікті ғой? Так, осымен біз қазір XNES пен MetaTrader 5-ті бір-біріне жалғауды аяқтадық. Енді біз келесі сабақта осы MetaTrader'дан қалай сделка ашам, қалай сделка жабам, қалай стоп қоям, қалай тейк қоям дегенді көрсететін боламын, жарай ма? Олай болса, егер де барлығын бірге бір жасасаңыз, келесі сабаққа өте беріңіз.